Ол замандағы көкпар нағыз көкпар еді. Қазақтың қазағы шабатын, аттың аты шабатын. Жәрдем беру, айландыру, қазіргілер не? Паровоз дейме, кран дейме бір-бірі тапты. Ол заманда өзің еңкейіп аласың, өзің шабасың. Только ат өзің тірліксіз. Басқа адам біреу атын тізгін ұстаса, шалдар сабап тастайтын. Ол кезде шалдардан қорқатынбыз біз. Ал қазір жастардан қорқатын болдық қой. Бір-бірі жастар шығарады. Негізі дұрыс емес, қазір таза еркек көкпар емес. Сол уақыттағы көкпар, мысалы, ата-бабаларымыз ұрды ғой бізді. Ұрмады емес, шалдардан қашатынбыз. Біреуге жіберіп қойсаң, қамшымен қолап жүріп сабайтын. Бар, қолап жүріп тартып әкелмесең, қайтып келме алдыма дейтін. Ол үшін біз дүние үшін шапқан жоқпыз, намыс үшін шаптық. Мен қазір өзім таңқаламын, қазір бұрынғылардың. Бұрын шапқан жұрттар айтады. Үш аттың үстінде тұрып секіретін бейді, үшінші аттан барып сол. Соқтыңдан барып тартып алады екен. Сол аттардың үстінен барып сыпырып аласың дейді. Сода екі ат үстінен болсын, аяғыңа ілініп қалады дейді. Жерге еңкейгенде де сүйеді ғой, екі ат үстінен аяғыңа іліп тұрып, екі қолын жерді сипалап жүресің дейді. Ал қазіргілер білмейді, еңкейуге қорқады ма? Қазірлерге білмейді, әкесі көкпар шаптым дейді. Бүйтіп қарасаң, қазірлерге осы да кем толмайды. Не ол? Біреу әперсе, бүйтіп қарасаң, оны тазасы келгенде, мысалы, қазақ деген атымызға намыста,